Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге ешқандай езілмейтін, жыртылмайтын, жабыспайтын және ұзақ уақыт бойы морозильникте сақтауға болатын әдісімен бөлісемін. Бұл әдіс жұмыс басты қыз-келіншектер үшін өте тиімді әдістердің бірі. Осылай жасап морозильникке салып қоятын болсаңыздар 2 аптадай уақыт тұрады және кез келген тамаққа пайдалана берсеңіздер болады. Сіздермен құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап маңызды сәттерін жіберіп алмаңыздар және астыдағы тіркелу батырмасын басып арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қамырын дайындау үшін бізге 200 грамм салқын су керек болады. Суымыздың үстінен 2 шай қасық тұзды қосып араластырып жіберіп, оның үстінен 1 жұмыртқа қосамын. Егер сіздің жұмыртқаңыз майда болатын болса, 2 қоссаңыз да болады. Енді еліктен өтіп дайын тұрған ұнымыздың үстінен суымызды қосып, жақсылап біркелкі етіп, қатты қамыр илеп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз өте қатты болып шығу керек. Неғұрлым қатты болса, соғұрлым езілмей өте әдемі болып пісетін болады. Қамырымыздың басы жақсы бірігу үшін ұзақ уақыт илеу керек болады. Мен бұл жерде 10 минутта иледім. Және иленіп болғаннан кейін қамырымыздың арасында түйіршіктер қалып кетпеді ме, жақсылап осылай қарап тексеріп алуымыз керек. Тағы бір илеп жіберіп, дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 30 минут уақытқа иі қанғанша қоя тұрамыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, тағы бір илеп, өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөлеміз. Мен осындай ортасынан теңдей 2 бөлікке бөлдім. Енді бір жақсылап илеп, тағы да тоңазытқышқа жарты сағатқа қоя тұрамын. Осылайша қамырымызды 2 рет тоңазытқышқа салып алып, 1 сағат демалдырдық. Бір сағат ішінде біздің қамырымыздың иі қанып өте әдемі болып тұр екен. Енді молырақ астына үстіне ұн себе отырып, қамырымызды ең алдымен қолмен жайып аламыз. Қамырымыздың қандай болып шығуы осы бастапқы кезде қолымызбен басқанына байланысты болады. Яғни осы кезде қолымызбен біркелкі етіп басып шығатын болсақ, соңына дейін біркелкі әдемі болып жайылады. Қамырымыз жабысып қалмас үшін молырақ ұн себе отырып жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығын өзіңіз жасап жатқан тағамға байланысты таңдайсыз. Мен 2 зуаланың бірін қамыр ауқатқа, екіншісін нарынға жаямын. Қамырымыздың арасы жабысып қалмас үшін қайта-қайта ұн сеуіп отырамыз. Осылай қамырымызды 2 шетін баса отырып жайып алдық және жаю барысында күш салмай сағат тілімен айналдыра жаюымыз керек. Бұл әдіс әсіресе жұмыс басты адамдар үшін таптырмайтын әдіс болып табылады. Әсіресе үйге қонақ келетін кезде немесе осындай қамырдан жасалған кез келген тамақ жасайтын кезде морозильниктен алып, сыртқа шығарып, небәрі 5 минутқа қойып қоятын болсаңыздар, өздері дәл осы жайылған қалпына келеді. Оны сеуіп, кесіп алып, тамаққа пайдалана берсеңіздер болады. Қазір сіздерге морозильниктен шыққан түрінде көрсетемін. Міне қамырды барынша жұқа етіп жайып алдым. Барлық жері біркелкі өте әдемі болып жайылып шықты. Қанша қамырымызды орасақ та қайтадан өз қалпына келеді. Ешқандай жабыспайды, жыртылмайды, езілмейді. Қамырымызды қатырып сақтау үшін осындай бізге пакет керек болады. Мен киімге арналған чехолды пайдаландым. Сіздер кез келген жұқалау пленканы пайдалансаңыздар болады. Осылай бірінші пленканы төсеп, оның үстінен қамырды жайып, енді екінші пленканы бетінен төсеп шығамыз. Және 4 бұрышты етіп бүктеп шығамыз. Алғашқы қамырымыз дайын болды. Осы күйінде морозильникке салып сақтай береміз. Бұл қамырды ең ұзақ уақыт 2 аптаға дейін уақыт қана сақтау керек болады. Одан ұзақ уақыт сақтамағандарыңыз дұрыс.
Бірінші қамырды кеспей бүтін күйінде орап сақтадық. Енді екінші қамырды кесіп сосын сақтайтын боламыз. Ол үшін біз осылай молырақ етіп ұн сеуіп алуымыз керек болады. Және оқтауға орап кесіп аламыз. Осылайынан кесіп сақтасақ та болады. Міне біздің қамырымыз өте әдемі бір келкі болып шықты. Екіншісін кішкене қалыңдау жайдым, себебі мен бұны нарынға пайдаланатын боламын. Оны мен келесі видеомда саламын. Рецепті жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осындай леге немесе тақтайдың үстіне пищевая пленканы төсеп, оның үстінен қамырларымды жайғастырып алдым. Және үстінде пленканың көмегімен орап шығамын. Пищевая пленка жоқ болса, салафанның көмегімен де орауларыңызға болады. Міне бізде осындай қамыр дайын болып шықты. Енді тоңазытқышқа бұны да 2 апта көлемінде салып сақтай аламыз. Міне морозильниктегі тұрған қамырларды шығарып алдым. Менде бұл қамыр 3 күн уақыт тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай бүтін қамыр қатып тұр. Қазір 15 минуттан кейін жіби бастайды. Кесіп суымызға салып ала берсек болады. Ал кесілген түрінде сақталған қамырымыз сол күйінде қатып дара-дара болып тұр. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай ешқандай еріген жоқ. Дәл қазір алдым, соның өзінде бір-біріне жабыспай өте әдемі болып тұр. Дәл осы күйінде алып суға салып жей берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.